Сәлеметсіздер ме оқушылар? Видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Достарыңыз да өздеріңіз де осы тақырыпты түсініп алуға тырысыңыздар. 8-ші сынып физика Закирова кітабынан 172-ші беттегі 20-шы жаттығудың сынып тапсырмасы және де үй жұмысын орындайтын боламыз. Кеттік. Бізде бірінші есеп. Шам кернеуі 110 вольт желіге қосылған. Егер тоқ жұмысы 220 джоульге тең болса, шамның қыздыру қылы арқылы қанша мөлшерде электр тоғы өткен дейді. Жалпы бізде жұмыс берілген 220 джоуль, уақыт 1 секунд деп аламыз. Уақыт берілмеген. Енді жалпы біз білеміз. Жұмыстың формасы ол I, U, T екенін. Осы жерден бізге керек нәрсе I, ол бізде жұмыс бөлінген U, T болады. Формулаға қортатын болсақ, біздегі жұмысымыз 220, кернеу 110, көбейтілген уақытымыз 1 секунд. 220 110-ға бөлсеңдер 2 ампер болады екен. Кеттік. Бізде келесі. Кедергісі 50 Ом және 10 Ом болатын астында бізде параллель жалғанған, астында тізбекке жалғанған өткізгіштердегі тоқ қуатын салыстырыңдар. Екі жағдайда ұштарындағы кернеу бірдей. Жалпы ең бірінші бізде мынау R1 деген параллель жалғанған кездегі, R2 тізбекке жалғанған кездегі кедергілері. Енді бізде былай болады. Жалпы қуаттың кедерге байланысты формасы ол U квадрат бөлінген R ғой. Енді біз бірінші жағдай үшін бөлемін оған екінші жағдайды. Біздегі бірінші жағдай U1 квадрат бөлінген R1 болады. Екінші жағдай U2 квадрат бөлу R2 болады. Біздегі U1 квадрат бөлінген R1 көбейтілген R2 бөлінген U2-нің квадраты болады. Біздегі U1 квадрат пен U2 квадрат кетеді. Сонда бізде қалатыны R2 бөлінген R1 қалады. Біздегі R2 деп отқанымыз ол 10-ға тең болады. R1 деп отқанымыз 50-ге тең болады екен. Енді сонда бізде 50P1 тең болады 10P2-ге. Бұл деген сөз P2 деп отқанымыз ол тең болады 5P1-ге. Жалпы сонда тізбекте жалғанған кездегі қуатымыз параллель жалғанған кездегі қуаттан 5 есе артық. Немесе P1 тең болады P2 бөлінген 5. Біздегі параллель жалғанған кездегі қуатымыз тізбекте жалғанған кездегі қуаттан 5 есе кем. Келесі. Электр ала ошақтың жүйеден тұтынатын қуаты 0,98 киловатт. Оның тізбегіндегі тоқ күші 7,7 амперге тең. Электр ала ошақтың қысқыштарындағы кернеудің шамасын анықтаңдар дейді. Жалпы бізде қуаттың формасы ол тоқ күшін кернеуге көбейткенге тең болады. Біздегі кернеу ол қуатты айға бөлінгенге тең. Біздегі қуаттың формасы ол 980, оны бөлемін 7-де 7-ге. 127 вольт болады екен. Келесі біздегі есеп. Кернеу 127 вольтқа есептелген шамның қуаты 50 ватт. Кернеу 220 вольт болатын тізбекке қосу үшін шамға қандай қосымша кедергі жалғау керек дейді. Енді жалпы бізде екі жағдайда тоқ күштерін бірдей деп аламыз. Ол бізде I1, I2-ні. Бұл деген сөз бізде сонда I1 деп отқандардың P1 бөлінген U1 ол тең болады P2 бөлінген U2-ге. Енді осы жерде біздегі P1 деп отқандардың 50, U1 деп отқандардың 127, ал P2 деп отқандардың ол белгісіз, оны табу керек. U2 бізде 220-ға тең болады. Сонда P2 деп отқанымыз 220 көбейтілген 50 бөлінген 127 болады. 86-да 6 ватт болады екен. Ал енді біз P2-ні таптық, P1 бізде белгілі. Енді жалпы біздегі P1-дің қуаттың формуласы ол U квадрат бөлінген R1 болады. Нерге U1 деп жазып қойым. Сонда осы жерден R1-ді табатын болса, ол U1-дің квадраты бөлінген P1 болады. Біздегі U1 квадрат деп отқан 127-нің квадраты, оны 50-ге бөлемін. 322-де 58. Ал енді P2 деп отқанымыз ол U2 квадрат R2. Осы жерден R2-ні табам, ол бізде тең болады. U2 квадрат бөлінген P2 болады. Біздегі U2 квадрат деп отқан 220-ның квадраты бөлінген P2, ол бізде 86-та 6. 558-де 89
Ом болады. Мына жерге тоже ом. Енді бізге дельта R табу керек. Ол бізде R2 азайтылған R1 болады. Сонда 558-де 89 азайтамы одан 322-де 58-ді. 236-та 31 ом болады. Жауабымыз осы. Осымен видео сабақ аяқталды. Егер видео сабақ ұнаса каналға тіркел, лайк бас, все қоңыраушасын басып қой. Видео сабақ достарыңа таратты.